Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай ерекше төбесі гүл тәріздес болып жабылатын 4 бұрышты, 4 жақты бомбоньерканың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Дәл осы бомбоньерканың шаблонын сіздер менің телеграм каналымнан таба аласыздар. Обзоры төменгі описаниясында ссылка ретінде қалдырып кететін боламын. Дайын шаблонымыз осындай А4 форматында болады. Оны сіздер 220 немесе 230 грамдық фото қағазға түрлі түсті етіп бастырып шығарып аласыздар және жан-жандағы контуры бойынша қиып шығасыздар. Қиып алынған шаблонымызға енді артқы тұсынан беговка жасайтын боламыз. Ол үшін кәдімгі сызғыш және тоқыма тоқитын ине қажет болады. Біріктірілетін тұстарының барлығына әрбір жерінен бір-бір батырып нүкте қойып шығасыздар және артқы жағынан сол нүктелерді қосып шығасыздар. Егер сіздерде тоқыма тоқитын ине болмаса, кәдімгі жазбайтын қаламды, сиясы таусылған қаламды алсаңыздар да болады. Зубочисткамен және қайшының сыртқы бетімен беговка ешқашан жасамаңыздар. Ол сіздердің қағаздарыңызды бүлдіріп тастайды. Міне біздің шаблонымыз дайын болды. Беговка жасалғаннан кейін бүктелетін тұстарымыз өте оңай бүктеледі және сызықтары түп-түзу болып әдемі түседі. Шаблонды жабыстыруға мен двухсторонний скотчты қолданамын. Алдымен жанына жабыстырып аламыз және астыңғы тұстарының екі жақ астыңғы бетіне бір-бір жолақ ретінде жабыстырып шығамыз. Ары қарай құрастыру өте оңай. Видеода көрсетілгендей скотчтың бетін ашып, алдымен жанын, кейіннен астыңғы тұстарын жабыстырып шығамыз. Беткі қабатын жабатын сәтте қарасаңыздар, бір жақ тұсы қысқарақ, бір жақ тұсы ұзынырақ болып келеді. Енді осы әрбір жақтың ұзын тұстары бір-біріне сәйкес келу керек. Яғни күлгіннің ұзын тұсы мен көк түстінің ұзын тұстары бір-біріне сәйкес келетін болса, онда біздің шаблонымыздың беті оңай жабылады. Қатты тартпаңыздар, жыртып алуларыңыз мүмкін. Ақырын-ақырын тартып, бір-біріне беттестіріп қоя салсаңыздар, гүл тәріздес болып, әп-әдемі болып жабыла қалады. Міне біздің шаблонымыз дайын. Видео ұнаса, лайк басып қолдап отырыңыздар.